Саламатсыздар оқушылар, кванттық физиканы ары қарай жалғастырамыз. Нұсқа талдауды бірінші күн бізде қарастыратын 71-ші есептен бастап, 71-де бізде сұрап тұр тыныштағы электрон энергиясына тең фотон энергиясы дейді. Енді бұл кәдімгі бізде ертең МС квадратпен шыға салатын формула. Осыған саламыз, и 71-ші есептің жауабы шығады. Келесі 72 толқын ұзындығы мынандай фотонның энергиясын электронның тыныштық энергиясымен салыстырыңдар дейді. Енді біз электронның тыныштық энергиясын табу үшін біз не істейміз? МС квадратқа сала саламыз. Ал енді толқын ұзындығына қатысты фотон энергиясын табу үшін ол жерде кәдімгі h лямбда формуласы қолданылады. И сөйтіп бір-бірімен салыстыра саламыз. Түсінікті ғой? Приблизительно салыстырған кезде мына а нұсқасы шығу керек. 270 шығады, примерно 270 деп жуықтаймыз. Так, келесі енді мынандай бір есептер. Көлемі берілген екен. Bir қарап өтейік бұл есепке. Так, не бар бұл жерде? Так, көлем бар бізде. Так, жазып өтейік. Көлем бар. Потом толқын ұзындығы бар екен. Сосын әр секунд сайын дейді Т бар, фотон саны бар, судың жылу жылдамдығын анықтау керек дейді. Жылу жылдамдығын сұрап тұр. Потом алынған барлық энергия суды жылытуға жұмсалады деп есептеңдер дейді. И мына бізде константалар бар екен. Жақсы. Константаларды бір жазып өте салайық, есеп кішкене жеңілдеу үшін, бірақ бұл жерде нақты жылдамдық емес та, неге өйткені өлшем бөлігіне қарайтын болсақ, кельвиннің секундқа қатынасын көрсетіп қойған, онда қолданамыз h. Мына бізде c бар, потом үлкен c бар, судың несі и ро берілген тығыздығы. Жақсы. Не істеуге болады енді бұл жерде? Ең бірінші кезекте не істейміз біз бұл жерде? Так, ойлайтын болсақ, бірінші кезекте энергияны табуға болады. Алынған барлық энергия суды жылытуға жұмсалады деп тұр ғой. Сондықтан е дегеніміз ол бізде так, h-мыз бар, c кетті, лямбда кетті ма? И n-міз кетеді мына жерде. Төрт нәрседен құтылып отырық біз қазір. И дальше ойнану керек те бізге. Енді осы энергия дейді бізде. Осы энергиямыз дейді. Так. Неге жұмсалады дейді? Суды жылытуға ма? Осы энергиямыз теңестіре саламыз неге? Так, c, су, так, ро, в-ға да. И мына дельтатымыз бар, кельвиндағы шкала. Бізге не керек бөрде? Кельвин бөлінген секунд керек. Сол үшін екі жағында т-ға бөліп жібереміз. Сонда мына жаққа т қосылады и мына жаққа т қосылады. Ал мынау бізде бұл есть, мынау судың жылу жылдамдығын анықтайтын бізге керек нәрсе. Так, сонда қорытқы формуламыз бізде қалай болайын деп тұр? Дельта т бөлінген т бұл дегеніміз, так, мынау мына жаққа бара ма? Үстінде мына жаққа келеді. HCN үстінде тұра береді. Так, сонда мына астына лямбда т, с су бар тағы и ро в. Осының бәрі астына бөліп барады екен. Мынаны табу үшін мынандай форма қолданып екенбіз. Қысқасы HCN бөлінген лямбда т с ро в деп. Кеттік, ары қарай келесі есепті қарастырайық. Бұл бізде 92. Так, толқын ұзындық бар. Нүкте көзінің қуаты бар. Потом сәулелерге 10 метр перпендикуляр дейді. Бұл бізде R деп алайық. Потом аудан бар. Уақыт бар. Фотондар саны табу керек екен. Окей. Так, не істеуге болады бұл жерде? Так, лямбдамыз бар екен и қуат, окей. Так, не істеуге болады деген сұрақ келетін болса, бірінші кезекте біз бұл жерде қуатпен біздегі уақытты пайдаланып, біз энергияны тапсақ болады екен. Энергияны табамыз. Дальше HC-мен кетеді, бәрі бар. Только не жетіспей тұр бұл жерде бізде. Наоборот, фотондар саны табу керек қой. HCl-міз бар. Бірақ бұл жерде бізде қолданылмай қалайын деп тұр да. Түсініп па? Сол үшін біз бұл жерде не істейміз? Жалпы мынандай бір принципке келсек болады. Так, ең бірінші бете салайық онда. П мен Т-ны көбейтеміз де энергияны таба саламыз. Бұл дегеніміз HC лямбда N міне. Бәрі кетті, мына жақтағы значениялардың бәрі. Надан құтылдым. Так, N-нен құтылып тұрмын уже мен, міне. Арларға қатты тиісудің керегі жоқ қазірге. Арға керек емес, қатты тиісіп. И дальше бізде бұл жерде не болады? Дальше бізде бұл жерде так, ПТ, HC, N, лямбда. Осы жерден N тауып алсақ болады. N дегеніміз ол бізде П көбейтілген Т, лямбда бөлінген HC деп N тауып аламыз да.
Енді мынандай сұрақ туындайды. Бұл n емес не деген сөзді? Бұл бізде барлық фотондардың саны. Яғни фотондар бізде түскен кезде бетке, ол бізде яғни біркелкі таралады деп айтсақ болады. А бізге керегі белгілі бір ауданға ғана да. Сондықтан біз бұны сфера деп қарастыратын болсақ, мысалға, бұл жерде сфераның ауданы бізде 4π r квадрат қой, 4π r квадрат. Так, 4π r квадрат па? Міне осыған қараймыз. И осылай біз 4π r квадратпен жаңағыдай толық нені тауып алсақ болады. Иә, өзіміздің ауданымызды тауып алсақ болады да. Соны пропорция құра саламыз ғой. Дальше пропорция кетеді. Егер 4π r квадратқа мынандай n кететін болса дейді. А біздің мына ауданымызға дейміз де, мына біздің ауданымызға қандай n штрих кетеді деген пропорция құрастырамыз. Мына толық болатын болса, мынау s штрихті немесе s деп қалдырсақ та болады. Бұл жерде сонда бізде қорытқы формуламыз, бұл жерде n штрих табу үшін ол n көбейтілген s штрих бөлінген s. Осымен есептеп жасасақ болады. Принципиально. И мына n-нің орнына әкеп мына мәнді қойсақ, осы есептің жауабы шығады екен. Бұл 92-ші есеп. Жақсы. Ары қарай 93-ті көрейік. Бұл жерде бізде қуат бар, p. Так, толқын ұзындығы бар, потом фотон түссе дей ма? Фотон саны бар. И адам нүктелік жарық көздің қандай ең үлкен қашықтықта байқай алады? Егер де бізде қарашықтың еще диаметрін беріп қойыпты. Қарашықтың диаметрі бар екен. Окей. Қандай қашықтықта байқай аламыз дейді. Мысалға, бұны бір x деп баласайық. Қарап шайық, тағы бір қуат бар. 10 ватт нүктелік жарық көзі толқын ұзындығы 500 нанометр жарық шығарады. Егер көз торына секундына 60 фотон түсетін болса, адам нүктелік жарық көзінің қандай ең үлкен қашықтықта байқай алады дейді. Қарашықтың диаметрі беріп қойыпты еще. Так. Енді бұл жерде бізде уақыт берілмеген ешқандай. Сондықтан бұл есепті біз примерно 1 секунд жобасында қарастырсақ болады. Көз торына секундына деп жазылып тұр екен ғой. Тура бағанағыдай схеманы қайталаймыз. pt, так, n hc лямбда дейміз. Бәрі бар ма? Бар. Осы жерден, осы жерден мен n-ді тапсам бола ма? Болады, n таба аламын ғой. n тапсам болады. Так, n дегеніміз бізде бұл жерде pt, так, лямбда hc да. Осы n-ді салыстыра саламыз ғой. Сонда бұл жерде қарашықтың диаметрі бар. Одан соң барып ең үлкен қашықтықта байқай алатын ара қашықтық табу керек. То самое s табатын болсақ бұл жерде. Так, осы фотондарды бір-бірімен салыстырсақ болады. Так, сонда былай жасаймыз ғой біз. Так, егер мына n деген нәрсені так, n деген нәрсені так, мына бізге демек бұл жерде r табу керек екен ғой. Жақсы сұрақ қойыпты. R табайық. X табасақ, немесе бұны біз r деп белгілесек те болады екен бұл жерде. Так, r деп белгілесек, потом мынау бізде n жалпымыз s-ке сәйкес келетін болса, s дегеніміз ол бізде так 4π r квадрат қой. 4π r квадрат. Немесе просто s деп қалдырып қойсақ та болады. Ал мына жақтағы n штрихқа, яғни 60-қа сәйкес келетіні бұл бізде мынау ғой, қарашықтың диаметрі да. Енді қарашық то же самое сфера. Бұны біз так 4π r квадратпен тауып алсақ болады, мына s штрихті 4π r квадратпен. И мына жақтан біз, короче, s табамыз бірінші. И потом сол s-ті біз тағы 4π r квадрат деп жазамыз. И өшуден r-дың өзін табамыз жеке. S бөлінген 4π турасында болады. Міне осындай есеп. Мына n-нің орнына мынаны әкеп қоямыз. Потом барып өшуден пропорциямен бірінші біз s-ті табамыз. Сонда s дегеніміз ол бізде n көбейтілген s штрих бөлінген n штрих. И сөйтіп барып сол тапқан s-ті ары қарай тағы 4π r квадратқа теңестіріп, содан r-ды табады екенбіз. Дәл осы бүгінгі нұсқа талдауды аяқтаймыз. Міндетті түрде каналға жазайық, комментарий жазамыз.